Мен Абсаттаров Оңғарбай Сералұлы, Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Новокамика орта мектебінің математика пәнінің мұғалімімін. Білім медиа групп компаниясы ұйымдастырып жатқан жаңашыл мұғалім байқауының сабақтағы жаңа педагогикалық технологиялар қолдану аталым бойынша қатысудамын. Мұғалім өз пәнін жетік, жоғары деңгейде, жан-жақты білгенде ғана шәкірт дайындай алады. Білім меңгерудің әдіс тәсілдерін талмай іздеу әр педагогтың міндеті. Қазіргі 21 ғасырда жаңа инновациялық технологияны жетік меңгерген, жаңашылдықтан жатсынбайтын болашақ ұрпақтарға білім берудеміз. Сондықтан мен математика пәнін оқыту барысында жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданудамын. Соның ішінде білімленд және онлайн мектеп платформалары арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттырудамын. Бұл олардың математика пәнін меңгеріп қана қоймай, өз дағдыларын дамытып, бәсекелестікке қабілетті болуына ықпал етері анық. Сіздердің назарларыңызға білімленд платформасы арқылы 5 А сыныбында жай бөлшектер және аралас сандарды көбейту тақырыбында өткізілген сабақтың үзіндісін ұсынамын. Сабақ барысында көрсету және модельдеу АБЦД әдістерін қолданатын боламын. Білімленд платформасы ұсынған тақырыптың видео түсіндірмесін көріп тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сонымен қатар QR-код арқылы WordWall және Jamboard тақталарымен жұмыс жасайтын боламыз. Қорытынды бөлімде білімленд платформасы ұсынған тест тапсырмасын орындап, оқушыларды бағалау парақтары арқылы бағалайтын боламын. Олай болса, сабақ үзіндісін тамашалаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін кім кезекші? Бүгін мен кезекшімін. Сыныпта Әбубәкір айтқан жоқ. Рахмет, отыра ғой. Құрметті оқушылар, бүгін сіздермен біз жаңа тақырып өтетін боламыз. Бүгін біздің жаңа тақырыбымыз жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту деп аталады. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын сіздердің барлықтарыңызды ортаға шақырғым келеді. Кәнекей, ортаға келсеңіздер. Қазір сіздермен сабақты бастамас бұрын мен отанымды сүйемін атты тренинг өткізетін боламын. Қазір сіздерге бірнеше сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға байланысты өздеріңіздің іс-қимылдарыңыз бен жауаптарыңызды берулеріңіз керек. Дайынбыз ба? Егер сіздердің өздеріңіздің шынайы достарыңыз болса, онда көршілеріңіздің басын сипаңыздар. Ал егер сіздер өз отанымызды, Қазақстан елін сүйетін болсаңыздар, жақсы бір қошемет тұрайықшы. Өте жақсы. Құрметті оқушылар, енді сабақты бастамас бұрын сіздерге бүгінгі сабақтың бағалау қағазын таратқым келіп отыр. Осы бағалау қағазға өз аттарыңызды жазып қойыңыздар. Және біздің сабағымызда әртүрлі кезеңдерден тұрады. Сол кезеңдер бойынша өздеріңіздің жинаған ұпайларыңызды қойып отырыңыздар. Олай болса, мінекей УКТ бізге мынандай тапсырмалар дайындап келген екен. Қазір осы жерден сіздер кез келген бір сұрақтың нөмірін таңдайсыздар, және сол сұрақтың нөмірінің астында жазылған сұраққа жауап бересіздер. Ал енді УКТ-ның тапсырмаларын бастайық. Ақнұр, қандай цифрды таңдайсың? 3-ті. 3. Үшінші сұрақтың тапсырмасы: бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қалай қосамыз? Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру арқылы қосамыз. Жарайсың, отыра ғой. Келесі, Төле би, қай сұрақты таңдайсың? 4-ші. 4-ші сұрақ ашайық. 4-ші сұрақ: бөлімдері бірдей бөлшектерді қалай азайтамыз? Бөлімдері бірдей бөлшектерді бөлімдерінің біреуін жазып алып, алымдарын азайтамыз. Рахмет, отыра ғой, жарайсың. Мінекей, құрметті оқушылар, осымен біз УКТ-ның тапсырмаларын орындап болдық. Енді әркім өзінің дұрыс жауап берген сұрақтарына бағалау қағазына бір ұпайдан қойып шығасыздар. Жазып аламыз. Содан кейін алынған бөлшекті қысқартылмайтын бөлшекке дейін қысқартамыз. Мінекей, құрметті оқушылар,
мына жерде бізде көріп отырсыздар жай бөлшекті көбейтудің ережесін, келесі жай бөлшектерді қысқарту арқылы көбейту ережесін, және жай бөлшекті натурал санға көбейту ережесін, және бірнеше жай бөлшектерді бір-біріне көбейту ережелерін түсіндіріп өтті. Болсаңыздар, мінекей, аралас сандарды көбейту ережесін. Аралас сандарды көбейту кезінде оларды бұрыс бөлшекке айналдырып алып, алымы мен алымын, бөлімі мен бөлімін көбейту керек. Мінекей, аралас сандарды көбейту үшін не дейді? Алдымен оларды бұрыс бөлшекке айналдырып алу керек дейді. Егер сіздер аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдыратын болсаңыздар, онда оны көбейту ережесін жай бөлшекті көбейту ережесі сияқты ары қарай орындауларыңызға болады. Онда ережелермен таныс болған болсақ, телефоныңызды алып, мынандай бір жеке жұмысты жасайық. Ол үшін телефондарыңыздан QR код программасын ашып, но берілген QR кодты сканерлеңіздер. Жай бөлшекті натурал сандарды және аралас сандарды біз көбейту ережесін бір қайталап алдық. Егер өздеріңіздің ұпайларыңызға сай неше жауап дұрыс болса, сонша ұпайды бағалау қағаздарымызға қояйық. Үшеуі қате екен, кәнекей. Онда біз бағалау парағымызды аламыз да жазып қоямыз. 4 балл деп жазып қоямыз. Өте жақсы. Қазір бізге әрбір жұптан бір-бір оқушы келіп, барабанды айналдыратын болады. Бірінші жұп бізде кім еді? Келе қой Асылжан. Барабанды айналдыра қой. Мінекей. Так, қызыл сары, орам жапырақ туралы есеп екен. Мынау сіздердің есептеріңіз. Өте жақсы. Так, келесі екінші жұп бізде кім? Төле би және Ақнұр. Кім? Келесі асқабақ туралы есепте. Бұл жерде бірінші асқабақтың массасы табылды 14 кг және екеуін бірге қосып есептедік. 16,5-тен 4. Дұрыс па сендерде? Тамаша. Келесі есеп бізде болатын. Сіздер жұпқа бөлінуден алдын тапсырмалар алдыңыздар, кішкентай қағазда. Сол тапсырмалардың теңін шығарсаңыздар екен. Сол қағаздың өзінен. Сіздерде бір 2 минут уақыт. Екі түрлі жауап болу керек. Кімде 4 деген жауаптар? Так, Рамазанда, кімде? Ерсұлтанда және Ақнұрда. Сіздерде 4 деген жауаптар. Кімде 4 деген жауаптар? Бір топ боласыздар. Ақнұрына және келе орындығында. Мінекей, сіздермен 2 топқа бөлініп алды. Енді сіздерге қазірге ортаға топқа ортақ тақырыпта есептер берілетін болады. Сол есептерді біз шығаратын боламыз. Дайын болсақ онда бастайық. Мінекей, бірінші топпен жұмысымыз бізде АБС әдісі деп аталады. Бұл АБС әдісінде сіздерге тапсырма берілген. Енді бірінші топтың басшысын біз Ақнұр деп сайлап қойып, екінші топтың басшысы бізде Төле би болсын. Енді топ басшылары берілген тапсырмаларды сіздер бөліп берулеріңіз керек топ мүшелеріне. Бірінші ортасына сегіз облысын екі сонары. Ана ортасына жасаймын.
Бәріміз шығарып талқылап болған болсақ, онда берілген тапсырманы тексеріп жіберейік. Мінекей, берілген тапсырманың жауаптары. Мынау бірінші топтың жауаптары және екінші топтың жауаптары. Өз жауаптарыңызбен салыстырсаңыздар. Келесі тапсырма ол да бізде топпен жұмыс тапсырмасы, ол көрсету және модельдеу әдісі бойынша шығарылады. Сіздерге ортақ бір тапсырма беріледі. Осы берілген тапсырманың сіздер сызбасын сызасыздар. Содан кейін барып есептің шартын орындайсыздар. Бірақ бұл тапсырмаға мен дескриптор берген жоқпын. Бұл тапсырманың дескрипторын сіздермен бірге құрастырғым келіп отыр. Бұрышта параллелепипедтің ені 4,2-1 см, ұзындығы енінен 1,27-15 есе артық, биіктігі ұзындығынан 8,3 есе артық. Тіктөртбұрыштың параллелепипедтің көлемін табыңдар. Көлемін табыңыздар. Ал енді бұл есепті шығару үшін алдымен бізге не қажет? Бізге параллелепипедті сызу керек. Тамаша. Бірінші, бізге параллелепипедтің несі керек екен? Сызбасы. Демек, сызбасын сызамыз. Сызбасы керек бізге, иә? Мінекей. Сызбасы керек. Екінші, бізден сызбасын тапқаннан кейін, ары қарай нені табуымыз керек? Сызбасын салып болғаннан кейін. Параллелепипедтің несі? Ені. Бізде параллелепипедтің ені беріліп тұрған жоқ па? Ені беріліп тұр ғой. Несін табу керек? Басқаларды айтайық, несін табу керек? Отыра ғой. Ұзындығын табу керек. Неге? Өйткені бізде ұзындығы нақты берілмеген. Екінші бізде несін табу керек екен? Ұзындығы. Уақыттарыңыз аяқталды. Егер топтар дайын болса, онда бірінші топты ортаға шақырады. Ұзындығы 7 см. Екіншісі, оның биіктігін тап. Биіктігі 2,8-ден 5 шықты. Оның барлығын көбейтіп, біз оның көлемін таптық. Көлемі неге тең болды? Жауабы 82,16-дан 11 см шықты. Тамаша. Мынау бізде бірінші топтың жауабы. Ал енді бізде келесі бекіту тесті. Ол үшін біз онлайн мектепке кіре отырып, білімдер порталы арқылы сіздерде берілген тестті орындайсыздар. Сабағымыз аяқталды. Сіздерде сабақтың қорытындысында сіздерге мынандай аяқталмаған сөйлем деген ойын ойнағым келіп отыр. Берілген ссылкада сіздерде стикерге мынау берілген түсіп қалған сөздердің орнына өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.